Қайырлы күн, достар! Бүгін сіздермен ыстық су қосылған құймақ рецебімен бөлісемін. Терең ыдысқа айранды құямыз, сода қосамыз, араластырамыз. Қант, тұз қосамыз. 2 жұмыртқа жарамыз. Ұнды електен өткізіп, араластыра отырып қосамыз. Қайнаған ыстық су қосамыз, жылдам араластырамыз. Қамырымыз пісіп қалмауы керек. Өсімдік майын қосып араластырамыз. Қызып тұрған табаға қамырымызды құйып, 2 жағы қызарғанша пісіреміз. Құймақтарды сары маймен майлап тұру қажет. Құймақты қаймақпен, варенье, джеммен ұсынуға болады. Рецепт ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналыма жазылыңыз.